Балкын сәлем достар, сізбен бірге бүгінгі видеода біз деген Tomb Raider'ды жалғастыратын боламыз. Екінші бөлім алып кеттік. Апа саған жуыну керек бар ғой. Не корабль ме? Походу корабль. Или білмейсіз. Самолет, вертолет. Burada не қылған ғой жаман. Атихан составкасы ма? Tomb Raider қазақша қалай? Қазақша орысша қалай? Выживание ғой, выживание мін. Как-то бір түрлі не істейді екен бар ғой. Перемещениесі. Мынаған секірем бе? Жоқ, мынаған секіру нелогично. Мына жаққа, мына жаққа барам. Қалай тез жүгірем мен? Настройкасынан қарай саларым. Қалай тез жүгіреді. Қазір жүгіремейді шығар мүмкін. Шлюпка. Шлюпка. Ну где же все? Че? Ушли вглубь острова. Ну жарайды, тауып көрейік достарымызды. Типа Far Cry ма бір бәле. Типа Far Cry. Ох, мынашты өту керек, осторожно өту керек шығарды мынадан. Типа управлениемізді өзіміздің қолымызға, аяғымызға алып. Жарайды. Ой-ой-ой. Ой, қылама, апа. Қылама. Ой, бәйна. Қылама, апа. Мен. Ямай, қылаған жоқпыз. Мына ойында жақсы. Не бар? Русский озвучка бар. Бұл өте жақсы. Маған үлкен плюс русский озвучка болған. Озвучка болмаса, анадың оқу отыратын желание жоқ. Мына жақ барамыз, да? Мына жақ барамыз. Ман. Ладно. Мына шты жесткий бірдене болған бар, мына шты. Қараптың болған бар. Аның чөз адамдар. Я заберусь деме. Секірем. Секір. Қуған. Қайда секіріп кетті мынау. Мен қуып тұрмын ғой. X шатастырып алып тұрмын ғой. Y-мен. Осылай. Осылай ғой. Қатты секіру да, типа. Маған. Кетіп қалайын, Ага. Давай. Ман. О, қасқа. Сен қорлықты өйдің ғой, ман. Еш өтіп тұр ғой. Сен өзің білесің бе, өзің қайда баратқаныңды? Походу білмейді. Біз сияқты. Ну ладно. Мен X пен Y-ті мана шатасыр олып тұрдым. Мынау нежді қалай алып сөйді? Мен ұш түсіндім. А деген секіру керек. Менде А емес мына шты бәші. Светтар да келмейді мен бір бәле. Поэтому менде Y деген 1-де, Б деген 2-де. Сондай сандар тұрмын. Ойбай! Қайда бірден бар ма, нормально? Сэмми! Значит, они прошли здесь. Мен мана қан болды. О, супер камера. Выс деген. Кім біледі соң? Сэмми? Рот! Кто-нибудь меня слышит? Рот деген енді бір түрлі енді. Роут десе бір жын. Рот. Мұнда бірден бар ма? Су қалаған ба? Су беріндеш маған. Мен шөлдедім бар өзім. Шын өмірде шөлдедім. Мына қыз деген бәші шөлдеген шығар. Қуым. Жарым. Өліп қаламды өлесім. Қол тайып кеткен бә жаңбырдан бірден ғана. Менен зависит етпеген шығар да. 2 путь болған да. Құлап кетесің или құламайсың деген.
Ондай жоқ шығар мұнда. О, камнашки. Нормально табиғаттың суы. Қасқа түрінен көрінді. Есть кто в связи? Ответьте. Ешкім жоқ. Бәрі өліп қалған ғой. О, өзіме жасадық мынаны. Типа Форест, не біледі, Форест на экстремалдық қой. Мынаның коробкасы жамандаған ғой мына. Как бы телефон ұстап отқан сияқты. Спичкасын для выживания шығарды енді. Андай выживание баратын адамдар типа осындай спичка ұстасын, бәрі ыңғайлы болсын, сынып қалмасын деп. Бірақ жаман не экономичный бар ғой орын жағынан. Соны айтқым келіп тұр. О, мына әйтеуір деген теплоны чувствую деп сигнал тапты. Камера сынып қалмай ма екен, су тиіп, замыкать етіп ішінен. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сәми деген мен. Сейчас она занимается Нома. поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, И Уитман. поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело — лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит пройдем. Неужели вы это Хватит. серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Біз түсіндік. Мынау осы островқа типа қалай келіп қалған.
Ghost of Storm'un типа проклятиесі емес пе не? Нельзя сидеть на месте. Женщина в дикой природе найдите пищу дейді. Енді тамақ табу керек, я. Женское чувство жақсы екен. Значит, бірден ұмытқан жоқпыз ғой ештеңе. Матрас тапып көшеш, мына матрас бір говорил. Ну ладно, жарайды кеттік. Геймпадпен ойнап отырмын. Если мен геймпадпен ойнап үйрендім әйтеуір ойындарды. Dark Souls'ты Stray деген ойын. Пока жайлап үйреніп отырмын. Адам ба? Ну уже өлген адам. Ладно. Стоп. Лук мне пригодится. Иә, шынымен де. Сен ақылды екенсің. Оның ішінен стреласын ал. Ей, қыстырып қалай. Қалай аламыз аттарды. X қой. Енді мен анан қалай алам. Типа мына үстіне міне бір. Типа задержками жасаймын, міне тағы да оқ. Мне нужно оружие. Я түсіндім. Кәміне есікті ашатын шығармыз да қазір. Нужно найти оружие. То, я түсіндім деймін, не қақсай өреді. Қалай мінем мұнда? Қалай мінем мен мұнда? Тағы да бір оқ. Бәрін аламыз ғой, керек болды. Аны атадын. Анды атадын шығармыз да? Охотник болып, типа. Қалай орам мен мұнаған? Типа, мына жаққа оратын шығармын да? Қой жоғы. Қалай орам? Анан үстіне қалай мен? Анан үстіне явно бірден етіп мүгі. Ладно. Газ. Аккуратно. Ойбай. Я справлюсь. Я біз сан сенеміз. Мен бірден роль ойнайын шығармын да, типа. Идеальный момент күтіп алып, типа. Алышыш? Нем басам мен? Алышыш? Мынау ма? Кәс. Идеальный момент күтіп алам, типа. Самый. Болды. Құламыш. Қасқы. Самодельный лук. Получено новое снаряжение. Жарает комменты. Только зажмите. Самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Жестко айтылған. Мына үйге барамын. Хочу есть. Я должна найти еду. Я сен деген былайны арқысын былайны. Саған тамақ жеу керек кішкене. 55 килограмм шығар да? Даже менде 55 килограмм жоқ. Менде 40 килограмм да жоқ. Ойбай. Мен ешкі секірейін дедім. Секіріп көрік. Шүш. Болды. Кімді аштен бұлай өту керек шығар да? Аны үйге кіре алмайым бәне. Мынаны типа түсіндім jo. Ма жемін секіреді оны. Әдейі солай істеп қойған шығар да? Что біз деген? Нормально. Полет нормальный. Оқ. Үйінде қалай орам? Типа ана жақ өту керек пе? Жәләп өтеген. Ана жақта оқтар көп екен бар ғой. Иімдер қалай жатыр. Тағы да бір оқ жатыр. Веревканы аламын ба? Веревка керек болды маған. Тоқта жоқ. Лукты қалай алам мен? Женское чувство емес. Енді қалай атам? Просто жіберіп қойсам болдымыз? Жоқ. Болды. Түсінікті. Мына іште бір лук деп оға. Осында да бір оқ. Мынаны олень бе? Кімет соны? Тұрып барайын. Нафиг. Нафиг. Болды. Біздің тамағымыз дайын. Оны спички табу керек.
андай болды баяғыда веревкамен бір палканы істеп аласың да андай типа қатты нагрузка бересің. Прости. Явно мына адам өлмейтін шығар енді. Саған бір 5 ретті оқ атса керек мынаған. Қашады бар ғой, сопротивляться етеді бар ғой. Типа қожасын кесіп ішіндегі етін алып аласың да, оны қайта күйдіресің, пісіресің. Молодец. Мен көмектесейін бе? Жоқ. Мен ойласам, геймпадпен көмектесейін деп бір. Сен неге оны өлтірдің? Біреудің папасы шығар, біреудің баласы шығар, біреудің ағасы шығар. Типа мынаны алып ба? Пора в лагерь. Манаға лагерьге ма кеттік? Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Ну я кого-нибудь